жыл және 1960 жылдары Жаңа Қадырлы кентіндегі номер 87-8 жылдық мектебі мен Қадалы қаласындағы номер 17 орта мектепте директор болыпты. 1963-1980 жылы Қадалы аудандық білім беретін басқарма болды. Терең Ілек аудандық халыққа білім беру бөлімдерінің меңгерушісі болып қызметтер атқарған. Құрметті демалысқа шыққаннан кейінде түрлі жұмыстар істеді. Соғыс және еңбек ардагері, республикалық дәрежедегі дербес пенсионер. 1951 жылдан КПСС мүшесі Айбусынов Әбжәли Бекбанұлы ауыр науқастап 65 жыл толғанда қайтыс болыпты. 1946-1954 жылдары ауданның халық сотында секретарь, сот орындаушысы, нотариус болыпты. Алматыдағы заң мектебін, одан соң 1956 жылы Қызылордадағы педагогикалық институтын, тарих факультетін бітірген. Ол айтқан: мен шығармашылық өмірімде педагогикалық басылым Қазақстан мұғалімі газетінде жүргенде 1980-1993 жылдары арасында мен көптеген белгілі ұстаздармен, аудандық облыстық білім бөлімдерінің басшыларымен сұхбат алдым.